Баршаңызға сәлем. Проспектус бизнес клубының бүгін жаңа айдары. Демек, біздің айдарда біз Проспектус бизнес клубында Дельта Инвеста курсын оқыған және де нәтиже шығарған кісілермен интервью алатын боламыз. Бүгінгі біздің шығарылымыздың қонағы Арслан Қамбаров мырза. Арслан Қамбаров мырза Инвеста курсын оқып, көптеген миллиондаған инвестиция тартып, қазір өзінің тендер компаниясын жақсы жүргізіп отыр. Арслан мырза, біздің студияға, яғни біздің офисқа қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, керемет. Өте жақсы. Арслан мырза, бүгін біз сізден тендер компаниясын қалай құрдыңыз, Проспектус бизнес клубына қалай келдіңіз, инвеста курсынан қандай нәтижелер шығардыңыз, сол туралы сұхбаттасатын боламыз. Дайынсыз ба? Иә, дайынмыз. Өте жақсы. Ең басты сұрағым, сіз өзіңіздің бизнес саласын айтады ғой, нишаңызды қалай таптыңыз? Саламатсыздар ма? Көп рахмет сұхбатқа шақырғаныңызға. Ең бірінші бұл тендер саласына келудің себебі негізі әр істі бір істеп жүргенбіз. Сосын енді бір кісілерден естіп қалдым. Негізі бізден ой бар ғой, тендер десе оған үлкен ақша керек, оған тек қана үлкен компаниясы бар адамдар қатыса алады, оған тек қана көп жаңағындай опыты бар деген сияқты, үлкен ағалар қатысады деген сияқты сондай ой қалыптасып қалған. Менде де сондай ой болған, бірақ ол ой дұрыс емес екенін естідім да, біліп алдым. Сөйтсем, кез келген адам қатысуға болатынын түсіндім. Содан кейін өзім ізденіп, тендерді интернеттен іздеп, барлығын интернеттен табасың ғой қазір. Сөйтіп ізденіп осы салаға келгем. Енді әрине тендермен айналысу үшін бірінші ақша керек, білім керек, одан кейін жұмыс істеу керек, желание, одан кейін барып ақша керек. Бірақ жаңағыдай ақша бірінші орында емес та. Бірақ мен өзім ізденіп, өзім шамам келетін тендерлерді жауып, істеп, содан кейін кішкене біраз опыт жинаудан кейін уже үлкендеу суммадағы тендерлерге қатысу керек болды. Ол үшін әрине жаңағыдай ақша керек болды. Сол кезде инвестор тарту маған проблема болды. Жаңағыдай ақша беретін адам, көп адамдар бірінші залог сұрайды. Бірдеңке үй қою керек, анау қою керек, мынандай болу керек деген сияқты. Ондай болса, мен банктен ала салушы едім. Онда ешқандай нәрсе болған жоқ, болса да мен бермейтін едім. Өйткені ол өте рискованный нәрсе. Содан кейін ешқандай залогсыз, яғни ақша алудың жолын іздестіру керек. Ол үшін әрине сізде жақсы проект болса, кез келген адам ақша салуға дайын. Ол үшін сенімді адам болу керек. Сосын бір күні осы Шымкентте жүрмін, қолымда көп деген бір договорлар бар, бір 10-15 шақты договор бар. Ұтып алған тендерлер, маржасы бар ол жерде, мысалы. Бір 5 миллион или 6 миллионның тендерлері, пайдасы 1,5-2 миллион теңге. Пайдасы өте жақсы. Енді оған өзімнің туысқандарым арасынан жаңағыдай инвестор іздедім. Туысқан болғанда таныстарым арасынан. Ешкім берген жоқ, ешкім сенбейді саған. Жаңағыдай, даже сол кезде мен сол проектімен барғаннан кейін, менде мынандай тендерлер бар. Менде осында оның үстіне пайдасын анша, сіз ақша салсаңыз, екеуміз үстіне пайдасын бөлсеміз деп айтқан екен, кейбіреулер менімен осы уақытқа дейін араласпай қойды. Сондай да жағдай болды да. Сосын Рахат мырзаны кездестіріп қалдық, бір несі жаңағыдай. Сол қай жерде кездестіңіз, қалай білдіңіз инвеста курс? Өзі ұсынды ма, немесе сіз өзіңіз сұрадыңыз ба? Мен бұрыннан көріп жүретін, бұрын біз сондай мастер-класс, конференциялардан қалмайтын жаңағыдай. Сөйтіп бір күні сондай бір конференцияда жолығып қалдық, сол жерде таныстық, и мен курсқа шақырды, осындай жиналыс болады деп ше, конференция болды, бизнес-ланч жаңағыдай. Бизнес-ланч па, обед па, бірдеңке болады деді. Мегаполис деген қонақүйінде. Сөйтіп сол жерге бардық, сол жерден мен ол кезде менде уақыт болған жоқ, короче. Тек қана сол инвесторы деген курс бар, короче, инвестор қалай тарту керек, қалай сөйлесу керек, в общем, қалай жаңағыдай бизнес модельді қалай көрсету керек, соның бәрін үйренуге бізде осындай бір апталық курс бар деген кейін мен соған сразу жазылдым да кетіп қалдым. Мастер-классқа отырған жоқпын. Сосын сол курсқа қатыстық, соның нәтижесінде өте оңай, жақсы, түсінікті, жаңағыдай
үйреніп алдық та сосын инвестор таптық. Осы инвестор курсына қатысып, қанша уақыттың ішінде инвестор таптыңыз және де қанша суммада? Бір қателеспесем, курс оқып болғаннан кейін бір айдан кейін немесе 2 айдан кейін, бір айдан кейін қойдым, 2 айға жетпейді. 2017 жылдың, қателеспесем, бір 2018 ба, 2017 қойдым, 2017 жыл ноябрлер болу керек. Қараша айы. Инвестицияны қаңтар айында, яғни бір 2 айдан кейін қойдым, 1,5-2 айдан кейін тарттық. Ол кезде маған бірінші тендерге керек болды. Ұтып алған тендерлеріме. Сол ұтып алған тендерлеріме керек болды, оған тарттым. Сосын оның ақшасын бердік. Одан кейін обучениеге де обучение өткізейік. Біз ол кезде уже обучение жасап жүргенбіз. Бірақ егер ақша болса, кішкене жаңағыдай көбірек ақша салсақ, көбірек адамдарды оқытамыз и онлайнға көшейік. Жаңағыдай бір сайттың ішіне сабақтарды қойып онлайнға көшейік. Ол үшін кішкене көбірек ақша керек болды. Бірақ тендерде жүрген ақшаны ол обучениеге салғымыз келген жоқ. Бұл обучениеге, жаңағыдай оқу курсқа отдельно бір, яғни серіктес табу керек. И солай өзіміздің жаңағы курстан үйреніп алған нәрселерімізді қолданып, жаңағы бизнес модель жасап, сөйтіп 1-2 таныс жігіттер болды. Бізге сол тендерге инвестиция салып жүрген, олардың уже сенімі бар. Жаңағыдай бізге ақша салды ғой, ақшасын алды маған. Одан кейін соған жаңағыдай не қылып көрсетіп бизнес модельді. Сосын кешке таман шай ішіп, келісіп, сосын біздің тендерлер деген компанияға жаңағыдай серіктес, яғни долясын алды, 30%. Қанша суммада алған едіңіздер, тартқан едіңіз? 4 миллион теңге. 4 миллион. 4 миллион теңге, ол тек қана жаңағыдай обучениеге, жаңағыдай курс оқыту бизнеске ғана, соған ғана. Ал бұлай тендерлерге ол бізде ай сайын инвестиция тартылып отырады. Инвестор тарту деген қазір қиын болмай қалған, өйткені бізде ұтып алған тендер көп, оның әрқайсысы уже былайша айтқанда содан кейін 2 жыл болды ма? 2 жылдан бері уже бір 20-30 шақты инвестормен жұмыс жасап жүрмін. 20-30 шақты, осы 2 жылдың ішінде 20-30 шақты деп отырса, соның 20-30 шақты инвестордан осы күнге дейін шыққан жаңа қанша миллион инвестиция тартты? Енді оны нақты былай санап көрген жоқпыз, бірақ шамамен где-то бір 30 миллиондай бар. Енді олар мынандай ғой, 20-30 шақты инвестор деген ол бізде инвестиция салудың өзінің варианттары бар да. Мысалға бір тендер ұтып аламыз, осыған біздің ақшамыз жетпей жатыр, кім осыған ақша салады, пайдасын бөлсеміз дейміз. Сөйтіп бір инвестор келеді, мен ақшамды саламын дейді, келеді, бізге ақшасын береді, сосын біз ол тендерді жабамыз, үстіне пайдасын оған бөлсеміз. Сөйтіп болды, бір 2-3 айда, 2 айда ол ақшасын қайтарып алады. Түсіңіз ба? Солай келіп кетіп жатыр да, түсіңіз ба? Ал біреулер 1 жылға тастайды ақшасын. Мен ойды басымды қатырып жүргім келмейді. Үшін мен уақытым жоқ дейді оны. 1 жылға тастайын, болмаса 6 айға тастай салайын сразу. 1 жылға 6 айға тастайын, болды. Кейін 6 айдан кейін маған үстіне қосып бересің, немесе жаңағыдай ай сайын бересің, үшін солай договор жасаймыз. Ол екінші вариант. Бірінші вариантта жаңағы договорға ұтып алған тендерге, екінші вариантта жаңағыдай 6 айға немесе 1 жылға тасталады. Енді қазір 1 жылға 6 айға тастаған кісілердің өзі инвесторлар, қазір 20 инвестор бар. Олар суммасы 200 мың теңгеден бастап 7 миллионға дейін тастаған. Ең үлкені 7 миллионға дейін тастаған, ал ең аз суммада 200 мың теңгеден басталады, бізде сол 200 мың теңгеден тастаған. Олар студенттер. Басқа қалада бір студент 200 мың теңге тастайды, болды, сонымен басын қатырмай өзінің жұмысын істеп, официант болып жұмыс істеп жүр. Мені көрмеген, тек қана инстаграмнан көрген. Оның барлығы жаңағыдай инвестормен қалай сөйлесу керек, қалай оған ұсыну керек деген сияқты. Инвестордың сенімінен қалай шығу керек, оған да пайда әкелу керек па, әкелмеу керек па, риск оған керек па, керек емес па, вот соның барлығын осы Рахат мырзаның жаңа өзінің тәжірибесімен бөліскеннің арқасында негізі. Ол керек болды негізі, бұлайша навык қой.
демек сіз өзіңіз инвеста курсын өте жақсы түсініп, жан дүниеңізбен түсініп, оны тәжірибе жүзінде қолданып, қазіргі таңда жетістіктерге жетіп отырсыз, иә? Өте жақсы. Негізі осы күнге дейін сіз айтып отырсыз, 20 инвестор, 20 шақты, 30 шақты, 30 миллиондай шамамен инвестиция тарттыңыз, 20 шақты инвестормен жұмыс істеп жатырсыз, және де осы күнге дейін өздеріңіздің бір міне деп көрсете алатын жетістіктеріңізді айтып өтсеңіз осы тендер саласында. Басқа компанияға қарағанда біз қазақ тілінде үйретеміз, қазақ аудиториясына. Қазір негізі тендермен орыс тілді аудитория көбірек айналысады. Өйткені бізде тендердің документациялары, накладной, счет фактура, бухгалтерский документ барлығы орыс тілінде ғой. Қазаққа ауысқан жоқ әлі. Қазақша документ жоқ, мысалы үшін накладной, акт выполненных работ дегеннен қазақша варианттар жоқ. Сол үшін көбірек орыс аудиториясы айналысады, сонымен көбірек солар істейді оны. Қазақ аудиториясы ондай нәрсеге бастарын қатырғысы келмейді. Жаңағыдай қағаз бастылыққа кішкене алыстау жүргісі келеді. Мысалы, кеше бір кәсіпкер келді, тоже тендермен айналысқысы келеді, өзі, енді білмеймін, бір жерінен көріп алған шығар. Мен тендермен айналса, өздері бір зат шығарады, производитель өздері. Жай ғана ИП, производитель цехтары бар, үлкен компаниялармен жұмыс жасайды. Мысалы үшін Ағниет, Еврофарма деген сияқты сондай компаниялармен жұмыс жасайды прямой. И тендерге қатысқысы келеді, еще документация басын қатырғысы келмейді. Мысалы, қойшы ондай нәрсе маған айтпай қойыңызшы, мен оны істей алмаймын деген сияқты. Біздің қазақ аудиториясы сондай, түсініңіз ба? Әлі күнге біз соны, сол қазақ аудиториясы кішкене осы ИП тоғысы бар, ИП тоғысын ашып, кәдімгідей жұмыс жасауды, документациямен жұмыс жасауды үйренсе екен дейміз. Біз соны барлығын қазақ тілінде үйретеміз. Ол да тек қана тендер емес. Тендерді үйретіп қоя салмаймыз. Ол тендер кішкене традиционный бизнеске қарағанда, дәстүрлі бизнеске қарағанда ол кішкене қиындау да. Өйткені ол жерде документация бар, документация бар ол жерде. Құжаттары бар тендердің. Ол тендерге заявка жіберу, оны жабу деген нелер бар, рисктер бар деген сияқты. Біз басқа компаниялардан айырмашылығымыз осы қазақ тілінде. Одан кейін өзімізге инвестиция салып жатқан кісілердің, инвесторлардың ақшасын сол курсанттарға береміз. Мысалға, сіздің бір танысыңыз келіп, мен тендермен айналысқым келеді, қалтамда бір 200 мың теңге бар, бірақ мен 1 миллион, 2 миллиондық тендерге мен айналысқым келеді десе, оған ақшам жоқ десе, біз оған ақша береміз. Инвесторлардың бізде бар ғой ақшасы. Соны біз соларға құямыз да, сөйтіп соны бізден ақша алып, өзінің тендерін жабады. Үстіндегі пайдасын бізбен бөліседі. Біз инвестормен бөлісеміз. Түсініңіз бе? Тағы да бір айырмашылығы бұл. Артықшылығы дегеніміз. Өте жақсы. Мысалы, инвестиция курсында сіз мысалы жаңағы айтып жатырсыз, инвестормен қалай сөйлеу керек, скрипттарын, барлықтарын үйрендіңіздер, құжаттарды толтыруды үйрендіңіздер. Мысалы, сіз Тендрер компаниясының жетекшісі, жаңағы негізін құраушы ретінде көптеген адамдармен араласасыз, иә? Ол сіздің сөйлеу манеріңізден де жақсы білініп тұр, жақсы сөйлесетініңіз, қалай сата алатыныңыз деген сияқты. Өзіңіздің мысалы компанияңызда өзіңіздің командаңыз бар, иә? Командаңызбен сіз ара қатынасыңыз қандай, және де оларға күнделікті келгенде қандай мотивациялар айтып отырасыз? Ең маңызды, мысалы, командаға адамдарға ол мотивация, иә? Қандай мотивациялар айтып отырасыз? Сіздің өзіңіздің ерекше жақсы көретін мотивацияңыз қандай? Бұл командамен жұмыс жасау өте қиын негізі. Командаға жақсы адамдар тарту, жақсы негізі командадағы адамдар, командадағы кісілер осы лидердің бизнесті қалаушы адамның өзінен лучше адамдар болу керек. Ондай адам таңдау, ол өнерді негізі. Жаңағыдай инвестор курсын оқып, жаңағыдай инвестиция тарттық деп жатыр қой. Бұл жаңағыдай бірдеңке үйренесің, білім аласың. Бұл сол сияқты бұл командадағы адамдармен жұмыс жасау да бір үлкен білім негізі. Ондай білім әлі жоқ, бірақ соны қазір сонымен жұмыс жасап жатырмыз. Көп адамдар келеді, мен кәдімгі жұмыс жасаймын, сіз не айтсаңыз соны істеймін, үйтем, бүйтем дейді, бірақ жұмыс істей алмайды, кетіп қалады.
жауапкершілік жоқ, телефонды көтермейді, жоқ болып кетеді да, келмей қояды. Ол енді ол адамның өзінен емес, ол бізден деп ойлаймын да, өйткені біз басына дұрыс таңдаған жоқпыз оны. Сұрыптап деген сияқты, иә. Келген кезде командамен жұмыс жасаған кезде мынаны естіген шығарсыз, ол адамның құндылығы сіздердің құндылықтарыңызбен сәйкес болу керек. Яғни ол тендер десе, мен тендермен айналысуым керек, ол жұмыс ретінде көрмеу керек, ол оның қызығушылығы ретінде көру керек. Сол сияқты емес па, иә? Негізі команданы жинаған кезде солай құру керек. Сіз оған қалай қарайсыз? Ондай адамдар қазір сіздің қасыңызда бар ма осы күнге дейін? Сол оның құндылығы сіздердің құндылықтарыңызбен бірге сәйкес болып келе жатқан? Жоқ, бізде жұмыс істейтін командадағы балдардың, қыздардың барлығын ол құндылықтар бірдей ғой. Ол мысалы үшін ол жерде ешкім айлыққа жұмыс істемейді да, өзі үшін жұмыс жасайды. Ол жұмыс жасаса, мен жұмысым жүреді, оның да жұмысы жүреді. Айлық жоқ та ол жерде. Зарплата деген нәрсе, оны вообще алып тастадық. Жаңағыдай былайша айтқанда, ол оның да бизнесі да, түсініңіз бе? Адам соған үйрену керек та, просто анау зарплатадан шығу керек та. Сонда ойда тұстым. Зарплатамен мен ана жерге барып жұмыс істеймін и ай сайын зарплата аламын деген ондай санадан сондай нәрсені алып тастау керек. Соны түсіндім да. Мысалға, ондай адам сол жерде тек қана уақытты ғана өткізеді болды. Ал оған зарплата емес, айлық емес, ай сайын беретін айлық емес, сен мына нәрсені істесең, осының мынанша проценті сенікі деп айтсаң, ол уже өзінің бизнес сияқты қарайды. Мен, значит, мен көбірек жұмыс істесем, мен көбірек ақша табар екенмін ғой. Қой, онда мына жерде азынан кешке дейін отырайын, түнгі сағат 12-ге дейін отырып жұмыс істейін да. Зачем маған оны? Деген сияқты, көрдіңіз ба? Ол уже адам, анау командадағы сіздің адамыңыз, балдардың уже анау құлдық санадан шығарады да ол. Құлдық сана деген отырады, жұмыста отырады, болды, айлығымды алсам болды дейді, кетіп қалады, болды. Ол сіздің жұмысыңызға басын да қатырмайды, ешнәрсе, басын қатырғысы да келмейді. Ал бұл жерде ол өзі үшін жұмыс жасайды. Жұмыс жасаса ақша бар, жұмыс жасамаса ақша жоқ. Демек, сіздің мотивацияңыз сол, иә? Иә, ол сондай, иә. Сондай десе де болады енді. Өте жақсы. Арслан мырза, тағы да бір өте маңызды сұрақ. Мысалы, инвестиция тартқысы келетін адамдарға маңызды сұрақ деп ойлаймын. Мысалы, сіз инвестиция тартқан кезде қандай желілер арқылы тартасыз? Ол сіздің, мысалы, инвестиция курсына өткенде сіз оны WhatsApp-тан іздейсіз ба, немесе Instagram, Telegram, басқа да арналардан іздейсіз ба? Және де әр кезде инвесторларды қайдан тауып отырасыз? Қай жерден? Соған жауап берсеңіз. Бизнесті енді бастап атқан адам, инвестор тартқысы келіп енді бастап атқан адам бірінші өзінің туысқандарының арасынан, достарының арасынан іздеген жақсы. Бірінші соларды сендіріп, өйткені басқа бөтен адам қарағанда олар кішкене оны білет, оның лишний качестволарын білет, жаңағыдай. Соларды сенімі артып, ақша салсаң, оны бөтен адамдар да салады деген сөз. Мен бірінші сондай өздерінің таныстарының арасынан таптым. Содан кейін барып, уже реклама жасадық, обучениемен айналысық, уже Инстаграмда жаңағыдай не болған екен, жаңағы постоянно жұмыс жасап, өзіміздің проектлеріміз көрсетіп, жаңағыдай постоянно тендер жайлы, осы тендердің маманы екенімізді көрсетіп, бір жақсы ақпараттар беріп жүрген екен, адамдар өздері, менде ақша бар, мен осы ақшаны айналдыруым керек еді, сіздердің бір тендерлеріңіз бар ма, соған ақша салайыншы, мен екеуміз пайдасын бөлсек деп, адамдар өздері бірінші предложение жасаған. Одан кейін барып бізге сондай ой келді дағаны, сол инвесторлардың барлығын, Инстаграмнан келген, басқа жақтан келген инвесторлардың барлығын Телеграмға, бір группаға, каналға салдық барлығын, жинадық. Қазір ол жерде бір 200-ге жуық адам бар. Енді оның барлығы инвестор деп айтамаймын, бірақ 200-ге жуық адам сол жерде бар. Ол жерге біз өзіміздің проектілерімізді шығарып отырамыз. Мысалы үшін, бүгін бір тендер ұтып алсақ, бізде балдар жұмыс жасап отыр ғой. Тендер ұтып алсақ, сол тендердің жазады, мынанша суммаға договор, ол договорды жабуға мынанша ақша керек, пайдасы, инвестордың пайдасы мынанша теңге. Қайту мерзімі мынанша деп жазып қоямыз. Солай салып отырамыз, сол кезде егер толық ақпарат алғыңыз келсе, мына номерге хабарласыңыз деп, астына номерді жазып қоямыз, қыздардың номерін. Сразу олар қыздарға звонайды, мен мына проектке мен ақша салғым келеді деп өздері айтады.
сосын договор жасайды. Егер Шымкентте болса офиске келеді, ал басқа қаладан болса онда жаңағыдай онлайн түрде договор жасалады, біздің счетқа ақшасын аударады. Одан кейін біз уақытында ақшаны қайтарып береміз. Сол жерде барлық нелер, қандай рисктер бар, товарды қайдан аламыз, жаңағыдай ұтып алған тендердің договорын көрсетеміз, оған мына организациядан тендерді ұтып алдық деген сияқты. Барлық прозрачно, да, сенімді болу үшін. Тағы да бір соңғы сұрақ қойып жіберейін сізге. Мысалы, көбісіне қызықта, мысалы, кәсіпкер адамсыз, иә, өзіңіздің бір үлкен тендер деген үлкен компанияңыз бар, атын өзі айтып тұр да, тендер деп жарқырап айтып тұр да. Мысалы, сіздің жаңағы командаңыздағы адамдарды беретін ақшаларынан бөлек өзіңіздің айлық табысыңыз қанша? Басқаларға да мотивация болсын. Жеке өзіңіздің айлық табысыңыз компанияны түгелдей есептемегенде. Айлық табысты қазір әлі бір жүйеге қойған жоқпыз. Мен ешқандай тендерлерде, мысалға директор болсам да, ол жерде учредитель болсам да, ол жерден айлық алмайын да, просто жаңағыдай пенсионка анау аударып жүреміз. Оған айлық, өзіме айлық шығарған жоқпын әлі. Бірақ негіз шығару керек оны. Иә, тек қана тендерлерде емес, тағы да басқа бір компанияларымызда, сол жерде де мен директор мысалы. Енді былай шамамен былай конкретно былай әр айда мынанша теңге стабильный ақша жоқ та, енді біз әр кезде әрқалай болады ғой табыс. Мысалы үшін бізде жаңағыдай ұтып алған тендерлерден түсіп тұрады ақша. Соның үстінен пайдасынан инвестор, мына жақта курсанттардың ұтып алған тендерін біз инвесторлардың ақша алып, оны жабамыз. Оның үстінен бізде бір 10-20% пайдасынан бізде аламыз. Немесе өзіміз ұтып алған тендерден оған инвестор табамыз, немесе өзіміздің ақшамыздан, ол кезде уже 100% бізге қалады. Әр айда былайша айтқанда әртүрлі. Ну, среднем где-то бір обучениеден, неден түскен кезде бір 700-800 теңге түседі. Маған өзіме да. Бірақ біз оны қайтадан, мен оны өзім қалтама түседі, бірақ оны мен қайтадан салып отырамын. Оборотқа салам. Оны салмасаң, ары қарай жақсы дамымайды. Немесе өзім білімме салам, бірден кейін үйрену керек болады. Мысалы, команданы қалай жүргізу керек деген сияқты, жаңа сіз айтқандай қалай мотивация беру керек деген сияқты. Қалай сөйлесу керек, инвестор жаңағыдай жақсы проектілерді қалай табу керек деген сияқты, сондай нәрселерге, сондай білімдерге салып отырамыз. Ол наоборот, ертең бізге қайтадан көбірек ақша алып келеді. Өйткені өзіңе салған инвестиция ол әрқашан ақталады. Солай. Сонымен Арслан мырза, бүгінгі сұхбатыңызға өте көп рахмет. Көптеген ақпараттар алдық. Сіздің инвеста курсынан алған біліміңізді тәжірибе жүзінде жасап, осы күнге дейін көптеген нәтижелерге жетіп жатыр екенсіз. 30 миллион инвестиция тартудың өзі бір 2 жылдың ішінде ол үлкен нәтиже деп өзім есептеймін. Әрі қарайда ісіңізге тек қана сәттілік тілеймін. Көптеген жобаларды ұта беріңіздер, ақшаларыңыз көп болсын. Тендер компаниясы тек қана Шымкентте емес, бүкіл Қазақстан танитын болсын деп тілеймін сізге. Көп рахмет. Міне өздеріңіз көріп тыңдап отырғандарыңыздай, Проспектус бизнес клубында осындай инвеста курсы бар. Арслан мырзаның жеткен жетістіктеріне сіздер де жетеді деген үміттеміз. Және де егер де сізде инвестиция тартқыңыз келсе, онда біздің есігіміз, Проспектус бизнес клубының есігі әрдайымда ашық. Барлықтарыңызға, назар аударғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Айтпақшы, біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып және де пікір қалдырып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.